Қара бала қарындасын 2-3 сағаттай ойнатты да. «Тәте», деді төр алдында құс жастыққа көміліп, теледидарға тесіле қарап жатқан етжеңді қара сұр әйелге ақырын дыбыстап. «Иә, келіншек тіл қатуға да ықылассыз, жағашқысы жоқ тіпті. Сабаққа дайындалсам рұқсат па?» Дауыстауға да жасқанады. Қатты сөйлеген үшін талай таяқ жеген. «Хей, Жетібек, анаңнан айырған мен емес. Баласын тастап, байға тиіп несі бар байғұстың? Обалы көкек шешеңмен ынжыға кеңе». «Апайдан ұят», баланың көзі боталады. «Кімнен?» «Мұғалімнен». «Не қыл дейді?» Сабақ сұрағанда жауап бере алмай. «Содан?» «Екі қойды». «Қайтейін екі алсаң? Міністір болам дейсің бе? Тексіз әкеден қайбір ұрпақ өрбейді». Рауаның ашуы келді. Не деген керіс құмар? Жан адамды менсінбейді. Сонау алыстағы, керек десе көрмеген, білмейтін, танымайтын анамды, ынжық болса да бірге тұрып жатқан әкемді неге сыртынан ғайбаттайды? Солай етуге бола ма екен? «Хей, жүгірмек, тымырайып неге үндемей қалдың, а?» «Шығарып жібереді». «Қайдан?» «Мектептен». «Доғар сөзді. Жаның бар да, жылдам кейін. Ағашшар, көмір кіргіз. Кірін жуана бөпенін. Осы жұмыстарды атқарсаң, соңында біз ұйықтап жатқанда оқисың сабағыңды. Ұқтың ба?» «Мақұл, тәте». Он сілтесе де өтпейтін жүзі тұқыл балтамен мықшыңдап қара терге түсіп ағаш шарды әуелде. Сонан соң пештің күлін тазалап от жақты. Енді кір жуап отыр. Әлсіз нәзік қолдарымен мытып қояды. Соңында таза суға шайып, ауылдағы кермежіпке апарып жайды. Тәтесінің тапсырмасын әлі жеткенше тиянақтап, ертеңгі сабағына дайындалайын деп, бұрыштағы аласа үстелге жайғаса бергенде кішкентай қыз жылап қоя берді. «Қара сұр әйел, қарана балаға», деді басын көтеріп. «Қазір, тәте». «Жылдам». Емшек емгісі келді ме, әлде бір жері ауырды ма, құйтақандай қыз уанар емес. Сасып салбыраған Рауан 10 айлық сәбиді көтеріп анасын алып келген. Тәтті ұйқыға еніп бір жатқан әйел атып тұрды да баланың қолынан нәрестені жұлып алды. «Хей, жетімек, қараша, 5 минут мызғып алайын деп едім. Көре қалдың ба жантайғанымды? Ой, Жетпек-ай, уанбаса қайтемін?» Бала мұрын астынан міңгірледі. «Қу жүгірмек, көрсетейін сөз қайтарғаныңды». Дол әйел ұлдың жағынан тартып жіберді. Ол аздай бүйірден бір тепті. Рауан ішін ұстап бүктеліп отыра кетті. Дыбыс шығарудан қорқып, кемсеңдеп тұншығып өксіді. Кеудесі бір құшақ, алқам-салқам қара сұр әйел. «Қол көтерді деп әкең айтсаң, көк шыбын үймелетем көзіңе», деп тепсініп. «Тәте, ұрмаңызшы, айтпайым ешкімге». Өгей шешенің қаһарынан қаймыққан бала жылауын тыйды. Түн ішіндегі қатты тарсылдан үй ішіндегілер түгел оянған. Етжеңді әйел киініп жатып сөйлеп жүр. «Ей, кім болсаң да ақырын, қиратасың есікті». Даладағы кісі үстін қағады. «Шағамай, құдай-ау, қазір ашамын, қазір, бір минут». Жол-жөнекей ыдыс-аяқ па, бош шелек пе, қаңғыр-құңғыр еткізіп, аттап-бұттаған әйел есік ілгегін ашқанда, еңгезерде ер адамның аузынан қолқа қағатын сасық иіс мүңкіп қоя берді. «Шылбырыңды сүйретіп жеттің бе?» «Жетпегенде қайда барам?» Үй деген аты. Кіреберістегі тар дәлізбен жапсарлас шалқы бөлме. Оның өзі 5-6 адам жиналса айналуға келмейді. Емшектегі сәбимен қосқанда 4 жаның ас ішетінде жататын жері де осы. Рауан ұйықтап жатыр ма? Ұйықтамағанда. Түннің бір уағына шейін отырама сосып? Мен де сен күте шашап жатып қалғанмын. Әкесі кейде ащы суға қызып көңілді келетіні бар. Сонда ғана баласы есіне түсетін сияқты. Өзге уақытта Рауанға қатысы жоқ қандай жағашпайтын түсініксіз. Бала әкесін сирек көреді. Ол жұмыстан келгенде ұйықтап жатады. Таңертең ояғанда
Әкесі әлде қашан кетіп қалады. «Не ағып отырсың, тамақ ішесің бе?» деді қара сұр әйел ықылассыз. «Ішпеймін, асханадан ауқаттанғанмын. Ендеше демал». Бойы сорайған еркектің кісіге суық қарайтын үлкендеу қоңыр көзінде және түксиген қабағында өзгеше қаталдық бар. Қоңқақ мұрны көзі қабағына үйлеспейді. Қулығы қат-қат шайпау әйелдің алдында жыланға арбалған көжектей қыбыжықтап сөздерді пышылдап қалады. Күйеуінің бұл мінезін жақсы білетін қара сұр келіншек қай кезде де басымдық танытып, тәкаппарланып кетеді. Рауанның әкесіне еркелегісі келді, бірақ оның елжіреп тұрған шамалы. Неге сонша салқын? Әлде кішкентайынан ата-әженің бауырында өсіп, туған әкеге жат болды ма? Адуынды шешен көрген қорлығын, кейде сабағын қарауға уақыты жетпей дайындықсыз мектепке баратынын айтқысы келеді. Бірақ олай етсе күні ертең әкесі үйде жоқта таяқ жейтін ойлап үндемейді. Кенет баланың құлағы елең етті. «Қоғадай ұлыңды келе сала іздеп, қызыңды неге сұрамайсың?» «Ілгіздеп қайтесің, ей? Өзімді жетісіп жүргенім жоқ». Жаңа бастық тықылдаған біреу. Тағы да жол жүрмекшімін. Қашан? Ертең. Қанша уақытқа? Күзге шейін. Бармағанда қайтесің, барасың да. Биылғы еңбекте маңғысымды алғаным жоқ. Рауан төртеуміз ел жаққа шықсақ деп едім. Қызың сені көрмей-ақ өсіп келеді. Жүргісі келеді. Қолына жетесің, тәй-тәй басатын түрі бар. Әкенің балаға жақындығы жетеді деуші еді. Ей, мұз ғой жүрегім, мұз. Құйтақандай ғана ақ ботамды неге сағынбайын, неге ойламайын? Екеуі де бірдей мен үшін. Ұшпаққа жеткізер ұлың. Бір қолымды екі ете алмай, бір жағынан жанарға қарап, бір жағына тамақ істеп жүргенде қол ұшында бермейді. Қара сұр әйелдің даусы бәсиіп, аяқ астына жуаси қалды. Шын айтып отырсың ба? Шын емей. Жарайды, өзім сөйлесем. Онымен қоймай қара сұр әйел бірдеңені бықсытты. Әмиянынан ақша жоғалып, Рауанға айтсам азарда безер. Мүмкін емес. Қолының сумақайлығын қоймаса, қуып жіберем үйден. Айтпады деме. Тәтесінің өтірігіне ызасы келген бала орнынан атып тұрды. Әке, сенбеңіз. Баланың көзі жасаурады. Өтірік бәрі, өтірік. Қара сұр әйел састы. Ұйықтап жатыр деп ойласа, бала болмағыр бәле. Әне, естің бе? Үлкен кісіге жала жауып. Көрсетейін кімнің суайт екенін. Шайпау әйел Рауанның жағына бір тартты. Жә, сабыр сақта, бүлінген дәнеңе жоқ. Әкесі жылаған баласын жұбатып, қара сұр әйелді сабасына әзер түсірді. Көк қаулай өскен. Тал теректер гүлдеген шуақты көктем. Рауан үйге қайтып келеді. Кірпіш сауыт аталатын қала маңындағы бұл ауылдың батыс жағын саяжайлар қалашығы алып жатыр. Мектеп пен үйлердің арасы недәуір жер. Кемінде жарты сағаттай жүреді. Аяңдап өзімен өзі оңаша қалған жақсы. Не бір тәтті қиялға шомады. Осындайда атасы мен әжесі алдынан шыға келсе. Шіркін. Оу, қандай бақыт десеңіз. Әлгінде ғана қуанып келе жатқан баланың көңілі құлазып сала берді. Атасы мен әжесі барды, мұң иектеді ме? Қаяу шалды ма қабағын? Ата, әже, естисіңдер ме? Сағындым ау сендерді, сағындым. Қалың ойға қамаған баланы дарылдаған трактор дауысы бөлді. Жер қарайса осы, қайшыласқан жеңіл машиналар, мотоциклдер, тракторлар қаптайды. Бірі саяжайға кеп жұмыс істесе, енді біреулері арлы-берлі ойқастап бош жүретін сияқты. Баланың әкесі алысқа Каспий теңізі жақтағы Ақтауға аттанбақ. Іс сапарға. 3 айға бақандай. 3 ай дегеніміз 90 күн. Тіпті ұзақ қой. Жазғы каникулға шығамыз ертең. Әкем күздің басында бірақ оралама сонда? Қит етсе, нұқып қалуды, ұрып қалуды әдетке айналдырған қара сұр әйелден
зәресі ұшады. Баратын жері жоқ әттең. О, әкесіне еріп неге кетпейді бірге? Жер көру, ел көру жақсы ғой. Қайдан? Кім тыңдар бұның мұң-зарын? Дөңгелек қара көздері тұнжыраған бала 5-ші сыныпқа екпінділер қатарына көшті. Бұл қуанышын бөлісетін де ешкім жоқ. Іші тар, қызғаншақ әйелге бәрібір. Баланың жақсы оқығанын, мақтау естігенін қайтсын. Тамағы тоқ, ұйқысы қанса болғаны. Қызына қарайтын, үй ішінің оны-мұны жұмыстарын таптың ұйықтай атқаратын малайы бар. Көк сандыққа қараудан жалықпас сәсте. Үйге тақағанда байқады, есікте қара құлып тұр. Бір жаққа кеткен шығар, күте тұрайын деп ауладағы ағаш сәкіге жайғасты. Аздан соң іші пысты, қарны ашты. Күн шуаққа маужыраған бала сөмкесін жастанып жата қалған. Көз ілініп кетті сәлден соң. Оянғанда қараңғылық түсіп келеді екен. Тәтесі әлі жоқ. Кімнен сұрайды? Жөн сілтейтін кісі де табылмас. Көршілер күндіз жұмыста. Кейбіреуінде ешкім тұрмайды. Әне бір кісіге барайыншы, сол кісінің алдыңғы күні қылығы қызық. Үйлерінің қасынан өтіп бара жатқанда шаң-шұң айғайды естіп мойын бұрса, шал кемпірін қуып жүр. Қолында таяқ. О тоба, үлкендерді төбелеседі екен ғой, деп таңғалған. Ересек адамдар неге екі сөйлейді? Неге өтірік айтады? Әкемнің жол жүріп кеткені ме? Маған неге жолықпады? Әлде асығыс болды ма? Тәтем қайда жүр? Бүгін үйге оралмаса, қайда барам? Бойын үрей биледі. Есікті тартып көрді. Мізбаға емес. Бұзып ішке енсе, тәтесінен таяқ жейді. Және емен есікті ашуға әлі келмес. Ойланып отырды да қалаға тартты. Мектеп қасындағы аялдамадан нөмірі 14-ші автобусқа мінді. Ал маршруттың теміржол вокзалына баратынын белгіледі. Вокзалға жеткен бала бір кесе шай мен 2 самса сатып алып жүрегін жалғады. Әкесі өткенде 1000 теңге берген. Жұмсамай жүргені оңды болды. Қарным ашса тағы жермін. Қалған ақшасын мұқият орап, қалтасына салды. Ұйқысы келді. Үйге қайтайын десе түн іші. Автобус жүрмейді. Түнеуге тура келіп тұр. Вокзалдың 2-ші қабатындағы орындықтардың біріне келіп жантайған. «Ей, мұнда не алып жатырсың? Тұр орнынан!» деген дауыстан оянса, кокордасы қоқырайған милициялар тұр. «Жатуға білмейтін бе едің?» «Білем, білсең, марш!» Бір жақсысы көп тергеген жоқ. Бала вокзалдан шыға сала жүгірді. Түнерген аспан, себездеп жауған жаңбырдан уақытты болжау қиын. Түс таянған сияқты. Ишәй, тоңа бастады. Әрі қарны аш. Кітаптар мен дәптерлерін салған сөмкесін тасалау жерге жасырған. Оны арқалап жүруде жүк. Әрі біреу назар аударып, оқушы неғып жүрдеуі мүмкін. Кәуап пісіріп жатқан дүңгіршекті төңіректеп біраз жүрді. Қарабұрыш қосылған ет иісі тәбет ашып, мұрын жарады. Ақшам болса деп қиялдап тұрғанда жылтыр бет сатушы. «Не қылған жансың? Кет әрі!» деп итеріп қалғаны. Аяғы шалынысып құлап түсті. Үсті басын қағып тұра бергенде жаңағы семіз кісі жағасынан ала кетті. «Неғып жүрсің деймін?» Анамнан адасып, өтірік айтты амалсыздан. «Осыдан қайтып келсең, аяғыңды сындырам, қаңғырған неме!» Бала базар ауласынан шыға бере, қыстығып жылап қоя берді. Қаңғырған. Қандай дөрекі сөз. Расында, бос сенделіп жүрген бірде-бір бала көрінбейді. Бәрің әке-шешелері қасында. Бұл ғана жалғыз. Жападан жалғыз. Базар маңында сәулетті мешіт бар. Қос мұнарасынан күніне неше мәрте азан дауыс естіледі. Тыңдай бергін келеді, жүрек ұйтқан әуезді. Нендей сиқыры бар? Қызыл кірпіштен өрілген кең қоршаудан қақпасы алдында қолдарын жайып әйелдер отыр.
түрлері ұсқынсыз, киімдері жыртық жамау, олардан кісі қорқатын. Арлы-берлі өткен адамдардың кейбіреуі тиын-тебен қалдырып кетеді. Тіленшілердің ауыздары жыбырлап алғыс айтады. Бала қайыршылардың қасынан кемі 10 рет өткен шығар. Барып тұра қалуға күш-жігер жетпейді. Қайыр тілеу қандай жаман. Қайтсе болады. Арба итеріп жүк тасып жүрген балалармен сөйлескен. Кәсіптерінің жай-жапсарын сұраған. Ешқайсысы жөндерін айтпайды. Өзіне өзі ренжіп тұрғанда ұзын бойлы сары бала түсіндіріп берді. Арбаны жалғалады екен. Кепілге 1000 теңге төлейсің. Кешке дейін тапқандары тамақтарынан азғын артылады. Базар әкімшілігі шамалары жетпейді деп кішкентай балаларды жолатпайды. Оларға керегі үлкен жігіттер. Менің осында нағашы ағам бар. Соның арқасында күнде бір арбаға иелік жасаймын. Әйтпесе маңайлатпайды деді. Үсемін деп өзін таныстырған сары бала. Тіленшілердің тағы төңіректеді. Сол-ақ екен, ортада отырған тыртық бет жалақ ерін шұбар келіншек. Хей қатындар, байқаңдар, адам танымасам, ана бала ұры, деді әңгірлеп. Дауысы мұндай ащы бола ма? Кімді айтасың, ей? Деді бет жүзін әжім торлаған қара кемпір. Аңысын аңдып жүр. Шұбар әйел Рауанды көрсетті. Хей ұл, тайып тұр жаның барыңда. Қарашей, ұрыйтти тіміскіленуін. Бет аузы мұж-мұж, шегір көз әйел айқайға басты. Қара бала қайыршылардың қасына бұл күні жолай алмады. Өзге малы қалмаған, ертеңінде мешіт алдындағы қайыршылардың қатарына кеп тұра қалды. Бір жақсысы, кеше аттандап, жер жебіне жеткен әйелдер әлі келмепті. Әзірше ешкім қуған жоқ. Ана баланы қарашы, обалай. Артына бұрылған орта жастардағы әйел сөмкесінен 100 теңгелік 2 сөлкебай шығарып, қалпағына тастады. Рахмет, деді Рауан қуанып. Рахмет, тәте. Қандай жақсы адам. Өзгелерде осы кісідей болса ғой. Қос бүйірі қампиған, үлкен сөмке көтерген қара торы келіншек алға озын қырап бара жатқан күйеуін кідіртті. Сәл аялдашы, сәлім керей. Не болды? Садақа берейін. Кімге? Ибай, ұялып тұр. Кімді айтасың, деді күйеуі. Анау шетте гүлді айтам. Емешегің үзіліп тұрады екен. Қайыр шатауыны аяй берсең өзің мүсіркеніп қаласың. Жақсы сөз жарым ырыс-ей, тұзы сөйлесеңші. Бұларға бар ғой, сенім жоқ, мүләйім суын. Қойсаңшы сөкпей. Жетесіз немен әкешесіз қайда? Неге бетіме жіберген? Бұл сөз баланың жүрегін қарып өтті. Көзіне жас тығылды. Садақа сұрау қиындады. Кейінгі кезде мескет тәжіктер өріп жүр. Өздері сондай өлермен жан себіл. Әсіресе ұсақ балалары. Қырғожалақ башбайлары жылт-жылт етіп аяқтарына ескі шәркейле салып, жалаңбас жүре береді. Ата-аналар үйретсе керек. Алла разы болсын, сауап үшін садақа беріңіз, деп қазақша сайрағанда кісінің жүйкесін босатады. Мешітке беттеген адамдардың алды-артын орап аттатпайды. Бұл тірліктердің еттері әбден өліп кеткен сияқты. Полицейлер күніне қанша қуса да жарты сағат өтер-өтпестен аңдыздап жетіп келеді. Рауан үйреншікті орнына келгенде тәжік балалары шалғайға орала кетті. Мальчик деген дауысқа бұрылса, көздері бақырайған арық қыз қарап тұр. Түсі қандай суық. Сескеніп қалды. Сездірмеу керек. Азар болса жабыл ұрар. Ей бала, деді тырли арық қыз қазақшаға көшіп. Құлағым сенде, мынау аумақ біздің жер. Кім айтты? 2 айдан бері осындамыз. Қыз таяп келді. Сенбесең, ана кісілерден сұра. Біздің орнымыз, деді қалқан құлақ тәштек бала даусын көтеріп. Аулақ жүр. Көздері тұздай, домаланған ол жұдырығын түйіп, шекісуге бел байлаған сияқты. Төбелесер едім, әттең төртеу. Осыларақ тұра берсінші. Қой, кетейін.
Бала Республика даңғылындағы аялдамадан нөмірі 3 автобусқа мініп, Самал Шағыдау ауданынан түсіп қалды. Сырты сарымен боялған 9-10 қабатты тұрғын үйлердің қатарында Есіл өзені жағалауында Рамстор сауда орталығы бар. Өткенде келіп, кешке шейін 2000 теңге тапқан. Мұнда қатынайтындар ылғи крутой кісілер. Астындағы автомашиналары да Toyota, Mercedes, Lexus, таудай Land Cruiser джиптер. Базардағыдай ұсақ түйек емес. Мұндағы кісілер тек қағаз ақша тастайды. Сыртқы есіктің алдына кеп, қолын жайып тұра қалған. Әне бір аға бұрылды. Ол оқтау жұтқандай басын кек жеткен күй қасынан өте шықты. Одан соң қаншама кісі өтті. Бірде-біреуі балаға назар аударған жоқ. Ыздиған, сірескен қалыптарында өтіп жатыр. Шақшиған ыстық күн шекесін тесіп барады. 100 метрдей жерде тәтті тоқаш, ыстық нан, самса сататын дәулет дүңгіршек пайда болыпты. Қуанып жетіп барды. Қасы көзін сүрмелеген толға ел кезектегі кісілерге сауда жасап жатыр. Шын әнеттен ыстық самса мен жаңадан піскен бәліштерді көріп, сілекейі шұбырды. Сол мезет ішегі шырылдап қоя берді. Біраздан соң дүңгіршек алды, бос қалды. Сатушы әйел ары бұрылған кезде бір тоқашты ұстай алып, алды-артына қарамай зытып берді. Әкетті, ұрлады, деді баланың қылығын көрген орыс әйел айқай салып. Артына бұрылса, сатушы өкшелей қуып келеді екен. Баланың аяқтары қатты затқа соғылып, еңбектен түсті. Екі қолы мен тізелері удай ашыды. Тұр орнынан. Басын көтерсе, сатушы. Жеткен жерім осы шығар. Полицияға тапсырады. Болмаса таяқтайды. Қатты жылдың ба? Бұл жолы дауыс жылы естілді. Қос алақанымен аяқтары шыдатпай ауырып бара жатса да, сыр бермей тістеніп, орнынан созылаңдай тұрды. Қорықпа балам. Қолынан ұшып кеткен тоқашты еңкейіп алды. Маған ілес. Қайда? Киоскіге барайық. Сатушы әйел ыстық шай беріп тамаққа тойғызды. Сонан соң әңгімеге тартты. Атым Рауан дейсің бе? Иә. Жасың нешеде? 12-демін. Неге ұрлық жасадың? Қарным ашты. Сұрап алмадың ба? Бала үнсіз отыр. Сұрағында бере қалатындай. Есіңде болсын. Ешқашан өтірік айтпа. Елдің бәрі сізде емес. Оның рас. Бірақ ақиқат қымбат. Ондай сөзді бәрі айтады. Ата-анаң қайда? Екеуі де ауру, әрі жұмыссыз. Жарымжан әкемнің болымсыз зейнетақысы күнделікті азық-түліктен аспайды. Қайыртілеп қолғабыс жасаймын мен. Айтқан өтірігіне баланың өзі де иланды. Масқара, ұят болса да қалай қиыстырдым. Бұның ұрлық екенін білесің бе? Білем, бірақ бірінші рет. Бәрібір, ұрлықтың аты ұрлық. Әдейі істеген жоқпын ғой. Өзім де білмей қалдым. Сатушы баланы аяды. Жаман әдеттен аулақ бол, деді аналық жүрегі езіліп. Мақұл тәте. Қарның ашса келіп тұр, ұялма. Мә, мынаны ала қой. Керегі жоқ. Қолымды қайтарма. Сатушы қалтасына ораулы қағаз қыстырды. Дүңгіршіктен ұзай бере қараса, 2000 теңге. Өткенде тығып кеткен сөмкесі орнында жоқ. Апырмай, кімге керек болды екен? Ары қарады, бері қарады, бірақ оған онша кейген жоқ. Әне, 14-ші автобус кеп тоқтады. Бұл маршруттағы автобус қашан көрсең жолаушыларға толы жүреді. Рауан елмен бірге ішке ұмтылды. Ақыр аяғы ілікті-ау. Бұл мезет қалалықтардың жұмыстан шығатын кешкі сәтіне тұспа-тұс келіпті. Аялдама сайын тоқтаған автобус баланың поселкесіне жеткенше біраз уақыт өтті. Қас қарайып қараңғылық түскен.
Рауан алаңдап, қорқыраңқырап үйге жақындағанда, қатты естілген музыка үні мен айғайлай сөйлеген дауыстарды құлағы шалды. Тәтесі бұл жоқта басқа жаққа көшіп кеткен бе? Әлде өзге көшеде жүрмін бе деп ойлады. Адасатындай жөні жоқ. Сол өз үйлері. Талды көшесі 37-ші үй деген жазуларды көрген баланың жүрек орнына түсті. Сыртқы қақпан есігін ақырын ашып, үй айналды. Жапырақтар жайқылған алмағаштың тасасына кеп терезеден ішке үңілген. Дөңгелек үстел айналасында 3-4 әйел мен 2 еркек отыр. Алдарында арақтан босаған құмыралар. Жартылай желінген қуырдақ, туралған нан, спрайт, кока-кола сусындары. Арақ таусылды ма? Деді шашын сарыға бояған көркем келіншек бос бөтелкеге тексере қарап. Мынадан ішіп жатырмыз. 6 құмыра босатыппыз, деді темекі шегіп отырған еркек пішінді қара ел. Шылым түтін аузын сақина пішінде шығарып қояды. Осы тойғаным жетер. Бұл тәтесін дауыс. Ертеңде күн бар. Көрші үйдегі кішкентай қызым қандай халде екен? Енді ішсек точно масаямыз. Қызыл шаш әйелдің сөзіне домаланған еркек қарсылық білдірді. Жарты жәшік сыра бар, деп буындары былқ-сылқ ете орнынан әрең тұрды. Содан соң дәлізге шығып, 3-4 бөтелке сыра келіп үстелге тізді. Уай-бай, арақ пен сыра араласса не болатын білесіңдер ме? Қара көзілдікті келіншек сайрай жөнелді. Жалпамыздан түсеміз. Мені тыңдасыңдар, қояйық. Сыра таңертең бас жазуға таптырмайтын сосын. Рауан тәтесін көрді. Шашын бүйралап, ерні шиедей қызылға бояп, үстіне жасыл кофта киіпті. Құлағындағы жартайға құсаған алтын сырғалары электр жарығымен жарқ-жұрқ етеді. Қасындағы күжбан қара ер адаммен бастар түйісіп, қызу сұхбатқа кірісіпті. Бір кезде ана кісі құшақтап, бетіне сүйіп алды. Тәтесі еркектің құшағына еніп барады. Ятай! Бала бұрылып кетті. Мұнысы қалай? Бөтен адаммен неге құшақтасады? Рауан алмағаштың тасасынан шегінді де ауадан шыға жүгірді. Бармаған жері жоқ. Баласынып ешкім жұмыс қалмайды. Үстіндегі жұпыны киіміне қарап мүсіркейді. Көңілі жүдеп келе жатқанда мәшине жуатын орынға балалар керек деген құлақтандыруды оқыды. Сұрай автомойка деген жерге келді. Қожайының орта жастардағы жігіт ағасы келісім берді. Каникул кезінде табыс тапқын келді ғой. Талабың дұрыс, деді Рауанның бас аяғын шола қарап. Яға, әуел бірер күн үйрен. Ана ағаларың мәшинені қалай жуатынын көр. Сонан соң кірісесің. Рахмет аға, мұндағы жұмыс кеш 10-ға дейін. Аптасына бір күн демалыс беремін. Демалғың келмесе, қосымша ақша төлеймін. Үйің қай көшеде? Қаладан алыста тұрушы едім. Осында қонсам бола ма? Қонсам дейсің бе? Үйге қайтуда алысынып тұрсың ау шамасы. Иә, онда рұқсат. Айлығың қанша болады? Айтыңызшы. Тапқан ақшаның 30% аласың. Түскі ас тегін. Кешкі және таңертеңгі тамақ өз есебіңнен. Күзетшілігіңе күніне 300 теңге төлеймін. Келістік пе? Келістім аға. Рауанның жұмысқа орналасқанына 20 күн болды. Алғашқы күндер резеңке шлангіден атқылаған судың екпіні 2 қолын көтертпей тастады. Ерліктен өткен суық су аяғын тоңдырып жіберді. Оған да бірте-бірте көндікті. Биік машинаның төбесін жуу қиын. Темірден жасалған сат ағашты қойып шықпаса бойы жетпейді. Бір жолы аяғы тайып құлап түсті. Оң жамбасы ісіп, ақсаңдап жүрді де бірте-бірте жазылды. Қасындағы үлкен ұлдар әбден машықтанып алған. Келген машинені жылдам жуып тастайды. Бекен есімді көк көз бала өгей әкесін көрген қорлығын әңгімелеп қояды. Біраз ақша тапса Алматыдағы нағашы ағасына кетпекші.
Өзі кәмелетке жетпей төбелескен үшін темір тордың ажарында көріп қайтыпты. Ара-тұра ондағы хикаяларында жырғылып айтады. Рауанның күндік табысы 1000 теңге. Соңында алам деп автожуғыш иесі Алматы ағасын сейфіне сақтап қойды. Бір жақсысы қонатын жер іздемейді. Түнгі сағат 11-де автожуғыш жабылады. Үлкен ұлдар үйлеріне қайтады. Күні бойғы жұмыстан шаршаған Рауан төсегін салып жатып қалады. Жастыққа басы тиісімен қорыте түседі. Қатты ұйықтап кеткен екен. Безілдеген есік қоңырауынан оянса түн ортасы. Соның арасынша Рауан жатқан бөлменің терезесі қағылды. «Кім бол?» деді дыбыстап. «Аш есікті». Өзімсіне сөйлегеніне қарағанда таныс кісі. Баланың есіне түн ішінде есік ашпа деген қожайын сөзі түсті. Әйтпесе маған хабарлас деп қалды телефон нөмірін берген. «Аш деймін, жылдам, бол!» Рауан Алматы ағасына хабарласпақ еді, сырттағы дауыс тағы естілді. «Мен ғой Бекенмін». Бала есік ашты. Оған ілесіп бөтен екі жігіт енді. «Ұйқың қандай қатты? Қағып тұрмыз. Сені келеді деп кім ойлаған?» «Қожайын тапсырмасы. 4 дөңгелекті әкел деп жұмсады. Маған ештеңе айтқан жоқ. Қазір хабарласайын». «Сенбей тұрсың ба? Мазалама шефті. Қазір жолға шықпақшы». «Түн ішінде ме?» «Онда тұрған не бар?» «Өзің жауап берсең, қарсылығым жоқ». «Оған қам жеме. Өтірік айтып не көрінді?» «Ал жігіттер, машинаны жақындатыңдар». 3 жігіт Алматы қожайының сақтауға қойған Land Cruiser джипінің су жаңа дөңгелектерін тиеп кетіп қалды. Рауанның ойында күдігенді. Бекен неге сонша асығыс? Түн ішінде жүргені қалай? Не де болса таңертең айқындалады. Ертеңіне 4 дөңгелек ұрланған белгілі болды. Қожайын Бекенге еш өтініш айтпаған. Рауанның аңқаулығын пайдаланған жылпос жігіт алдап соғыпты. «Білесің бе бағасын қанша тұратын?» деді қожайын ашуланып. «Олар Титаник дөңгелектер». «Білмеймін. $4000. Олардың өтірікті шындай қиыстырғанын қайдан білейін?» «Қазірден боссың. Сейфтегі 20 000 теңгені де бермеймін». «Аға, менің не жазығым бар? Сеніп қалдым ғой. Айтыңызшы, сенуге де болмай ма адамға?» «Сол сұмырайдың сұйықтығынан сезіп едім. Қара басып қапыда қалғанымды қарашы. Қайда барады дейсің, қазір милицияға хабарлаймын». «Ал сен мұрның бұзылмай тұрғанда табаныңды жылтырады. Бекке екеуің келісіп алған шығарсыңдар. Кім біледі сендерді?» «Ағатай, менің ұрлыққа түкте қатысым жоқ». «Жоғыл боғмұрын. Енді бір сөз айтсаң, итше тепкілеймін». Кешеден ас ішпегендіктен қарны аш. Таңертеңгі 2 бәліш жұмырны жоқ болмады. Асқазанын алдап, колонкадан ағызып су ішті. Қарны сыздағанша сімірді. Құр су нәр емес екен. Көзі қарауытып, басы айналған, ол 2 сан салып жеді. Ет қосылған ас бойына болмашы болса да қуат берді. Манағыдай емес, маңайға сергек қарап қояды. Әкесі ақтауға аман есен жетті ме екен? Тәтесі іздемей жатыр ғой. Бірақ іздегенде не істейді? Үйден кетіп қалғаным дұрыс болмады. Әлде қайтып барсам ба? Ой осы тұсқа байқалаған сәтте тәтесінің өткенде өрескел қылығы елестеп, қара сұр әйелді жек көрді. Неге олай жасады? Әлде туған күн тойлаған түрме? Ойлап отырса, тәтесі жайлы жарытынды ештеңе білмейді екен. Қара сұр әйел балаға әу бастан дұрыс қараған жоқ. Жұлдызды жараспады. Оң қабағын бермеді. Бастапқыда тамақты қалай болса солай жейсің деп тиісті. Одан түнде неге қорылдайсың, жанарды шошытасың деп кінә тақты. Күл шығарып, бес жағу, кішкентай қызды бағу үйреншікті жағдайға айналса да жақтырмады. Бірнеше рет аямай ұрды. Отырғаны опақ, тұрғаны сопақ болды ғой. Былтырғы оқу жылының 2-ші тоқсаны аяқталар тұста қатты аяқ жеп үйден қашып кеткен болатын. Онда 2 күннен соң сынып жетекшісі Жанаргүл апайының араласуымен вокзалдан табылған. Мектеп әкімшілігі сол күннен бастап балаға назар аудара бастады. Жанаргүл апай үйге кеп тәтесімен ұзақ сөйлесті. Орталау ғана білімі бар, тоғашар,
тоң мойын әйелдің баланы жек көретін сезгенмен нақты дәлелі жоқ еді. Кейде баланың жағасы кіріліп, костюм түймелер үзілген күйде сабаққа келетін айтқанда, қара сұр әйел бет бақтырмады. Үйбай, мен оны тап-таза мұнтаздай етіп, күнде киіндіріп жіберем. Алысып жұлысып, түймелерін үзетін, жейдесін жағасын кірететін өзі ғой. Жас келіншектің үстіндегі олпы-солпы кір-қожалақ халатына көзі түскен Жанаргүл мұғалім, өзі де саппас екен-ау, мына қызыл көзге дауа жоқ-ау сірә, деп ойлады. Кенет қара баланың көңілі босай түсті. Бойын тез жиып алды. Қайда барарын білмей келе жатқанда, ұзын бойлы ақсары ұл кездесе кетті. Кел танысайық, деді ол. Рауан есімін айтты. Ақалақ деген көкеңмін. Баланың күлкісі келді. Ақалақ деген ат бола ма? Неге күлгенді айтайын ба? Бейтаныс бала қабағын түйді. Түрі қорқынышты өзінің. Шынын айтсам маған да ұнамайды. Метр кемде ақтан берді деп жазылған. Балалар үйінен асырап алған ата-анам осылай атап жүр. Әуелде үйрене алмадым. Кейіннен құлағыма сіңісті болып кетті. Рауан, білсең қойсаң, өгей баланың күнін. Ақалақтың терең күрсінгеніне Рауанның көңілі бұзылды. Қайдан білейін, бекер күлдім-ау, деп өкінді. Жасыма. Ақалақтың даусы жарқырап, ержетейін әуелі, мұнда қалады дейсің бе? Көз көрмейтін, құлақ естімейтін алысқа кетемін. Жаңа өмір бастаймын. Ол бөлек әңгіме. Шынымды айтсам, сенімен жолыққаныма қуанып тұрмын. Себебін сезген шығарсың. Ептеп сеземін. Досы жоқпен сырлас, досы жоқпен сыйлас деген тәмсілді кім айтқанын білесің бе? Жоқ, Абай бабамыз. Кітапты көп оқисың ба? Оқымасаң ой-той құрайды. Сол үшін кітап оқуды сүйемін. Өлең жазатын да әдетім бар. Дүниеде жалғыз адамның өлгені деген данышпан Абай. Рауан білімді ұстаздан дәріс тыңдағандай әсерде. Ұзын бойлы ақсары ұлдың зердесіне таң қалды. Адам достандай білу керек. Ол жағынан аздап тәжірибем бар. Сені сыртыңнан біраз уақыт бақыладым. Мешіт алдында қайыр тілегеніңді көргенмін. Тәжік балаларын іш тарлық жасап, қуып жібергенін де білемін. Рауанның жүрегі елжіреді. Туған ағасымен жолыққандай сезімге бөленді. Жасың нешеде? 12 деймін. Ал мен жақында 16-ға толамын. Кел дос болайық. Болсақ болайық. Мектепте оқисың ба? Иә. Әзір айттың ғой. Рауан не десін? Өгей шешенің қаһарынан қаймық, үйден кетіп қалдым деп илана ма? Бір көрген кісіге бас сырын ақтыра салуды ұят. Жарайды, жеке басың жағдайын қазбалап қайтейін. Бүгін маған серік бол. Қайыр тілеу жақсы емес. Мүгедек қорғансыз болсаң бір сәрі. Асымызды адалан табайық. Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық деген Абай хакім. Өзің Абайды жатқа біледі екенсің. Білім бұлағы кітапта жатыр. Кітап айнымас досың. Кітап ақылшың. Ақшаны ададан табайық дейсің. Мен жуырда автожуғыш орнында жұмыс істеп едім. Алашақ ақшамды бермей қойды. Не үшін? Мәшине дөңгелектен ұрлатуға қатыстың деп. Адамның ақысын жеу күнәға жатады. Неге қуды? Ол ұзақ әңгіме. Ақшаны адалынан қалай табамыз? Темір тесек өткіземіз. Қазір нарық заманы. Еңбек етсең далада қалмайсың. Мынаны қара. Ақалақ жаңғалтасынан алақандай блокнот шығарды. Алюминийдің бір келесі 90 теңге. Мыстың бір келесі 700 теңге. Көрдің бе? Қымбат. Мен өткенде 10 килограмм мыс өткізіп 7000 теңге жасалғамын. Жез 300 теңге. Қола 250 теңге. Ал тот баспайтын құны 150 теңге. Екі бала соғыны кешке дейін қаланың солтүстік батыс жағасында кезінде темір бетон зауыты болған жерден недәуір темір жинады. Сол маңайдағы қабылдайтын орынға барып 5000 теңгеге өткізіп, арзан қол асханадан тойғанданша тамақ ішті. Балалар қоштасты. Ақалақ үйіне, Рауан Шанхай базар жақтағы тұрағына кетті. Қара баланың көңілі астан кестең. Ақсары ұлға бауыр басып қалыпты. Ұйқысынан оянса түс көріп жатыр екен.
Бір топ бала асыр-сап ойнап жүр. О тоба! Бір кезде қасындағы құлдар аңқұсқа айналыпты. Қасқыр, аю, түлкі, бұлан, көздері дөңгеленген жапалақтар, мүйіздері серейген бұғылар, домаланған сауырлар, кіп-кішкентай тышқандар. Әлгі аңқұстардың бәрі адамша сөйлейді. Баланы бастық етіп сайлап, тағдыр талайларын тапсырып жатыр. Түс түлкінің боғы дейтін атасы. Қызық. Дала самалдай жап-жарық. Иттердің түйіндері семген. Тым-тырыс. Қандай тымық түн. Бар даусымен айқайлағысы келеді баланың. Бірақ даусы шықпайды. Тамағына әлде бірдеңе кептеліп қалғандай. Жүрегі алқымына тығылып дүрсілдей соқты. Апыр-ай, осындай аппақ түн болады екен-ау. Өзімен өзі сөйлескен ол аспанға көз тікті. Дөңгелек ай күлімсірегенде тілдескендей көрінді. Ей, ай, естимісің мені? Сен жердегі тіршілік еліне сонау көктен, дәл төбеден қарап тұрсың ғой. Айтшы білсең, ата-анам бола тұра, неге мен сыртқа тебеді? Тәтем неге жек көреді? Бар жазығым одан тумағандығым ба? Әлім келгенше айтқан істеп жүрмін ғой. Өмір неге күрделі? Өмір неге көңілсіз? Ата, әже, сағындырым ғой сендерді. Жылу трассасы өтетін жуан құбыр үстінде жерге түсті. Өзі лашық атаған күркесіне жетіп, қалыңдап жайған картон қағазға қисай кетті. Күпәйкесін жамылып, көзі ілінер-ілінбес кірпік айқасар емес. Қара баланың көз алдында ата-әжесінің бауырындағы бақытты шақтары елестеп тізбектеліп өтіп жатты. Шу жануар, хайт шу! Қара шал қолындағы боржысын қағып қалып еді, тор төбел ат желе жөнелді. Жайымен тербелген арбада шалқасынан жатып қиялға берілген баланың көңілі көк аспанды қалықтаған қыран құстан бір кем емес. Күннің өткір нұрынан арыққан жанарын еріксіз жұмған. Қандай рақат! Өстіп жүре берсе тоқтамай, жердің шетіне жетуге бола ма екен? Әй, Рауанжан, Рауан! Атасының дауысын естісе де естімегендей боп жата берген. Кішкентай Рауанды қара шал қасынан әсте қалдырған емес. Оған балғада әбден үйренген. Ал әжесінің немересі десе шығарды жаны бүлік. Күндегіден ере тұрған қара шал таңғы ұйқы құшағында қамсыз жатқан немересін оятпай-ақ аттанбақ еді. Рауан оянып кетті. Бұны көрген әжесі баланың шайын бергенше недәуір уақыт өтті. Дауыс көтеру дағдысында жоқ әжесі зілсіз сөйлеп қояды. Қаршадай баланы ертпей-ақ жүріп кетпедің бе, шалау? Әжесі сүйікті немересін айналып толғанып жүр. Басына күн өтіп кетпесін. Көкжайдаққа жеткен соң арбаның көлеңкесіне демал. Шілденің күні ащы болады. Әй, отағасы-ау, жұмысқа жегіп қойма баланы, қарны ашып қалмасын деп қайта-қайта табыстаған. Өткенде бала достарымен ойнап жүрген. Бұзатер Біләл Рауанмен айқаса кетті. Қара бала тентек немен жамбасқа салып алып ұрған. Сотқар Біләл жеңілдеген тас талқаны ашуланып намысына тие сөйледі. Әке-шешең жоқ сенің, деді түйедей түскенде. Кім айтты? Сенің анаң басқа адамға тиіп кеткен. Сені ата-әжеңнің баласы емессің. Қайдан білдің? Кәрі кемпір шалдың кішкентай баласы болушы ма еді? Біләл айтқан әңгіме содан бері миынан шығар емес. Қалғып бара жатқан Рауан қара шалдың әуезді әніне елітті. Атамның даусы қандай әдемі, қандай сұлу. Атақты әншілерден қай жергем, а? Таулардың қия-қия қияс едім, сайлардың мал жеметін мияс едім. Отырардың жайлауай, өмірдің барма байлауай. Сағынышқа толы әсем әндерді қара шал әуелете ұзақ айтты. Бір кезде атасының әні кілт үзілді, артына бұрылған. Рауан, Рауанжан, жатырсың ба әлі? Кірпіктерін қимылдатпай еркелеп, оңғырында баударылып түсті. Бәсе, неге үндемейді десем, ұйықтай ғой құлыным, ұйықта. Бала сәл өтпей ұйықтап кетті. Шал мен бала жыпырылып жұлдыздар көріне бастаған шақта ауылға қайтты. Арба дөңгелектерінің сиқырынан өзге көл маңынан құрбақалардың құрылы, шегірткелердің шырылғаны естіледі.
Маңдала бейне таныс алғандай тым-тырыс. Иісі бұрқыраған жас шөптің үстінде шалқасына жатқан бала ойда жоқта есіне әлдене түскендей қара шалға төтесіне сұрақ қойды. Атоу, атоу, бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұра құлыным. Осы менің әке-шешем қайда? Сен біздің кенжемізсің ғой. Шын айтасыз ба? Өтірік айтып нем бар? Жеңғазы ағаның біләлі әке-шешең жоқ деді ғой маған. Естіпті-ау ақыры. Апырмай, осы жұрттың баласы неге өсекші? Тыныш жүрмей ме? Әңгіме тозуға құмар. Құдай бұйырса үлкейіп қалдың. Жасырғанмен бола ма? Анығында сен менің туған немеремсің. Шешең 5-6 жыл бұрын басқа кісіге тұрмысқа шыққан. Ал өз әкең қазір Астанада тұрады. Біз оны сенің ағаң деп сендірдік. Жазғырма бізді ботам. Атасын дауысы дірілдеп шыққандай. Апырмай, неге ғана сұрадым, неге? Баланың ет жүрегі езілді. Бір қарағанда қайсы басқара шалдың сүйекті атасының, қамқор атасының көздері жасаурап, егі кемсеңдеп келеді екен. Тағдыр жазуына кім араша тұрар? Атасы мен әжесі араларына небәрі бір апта салып, бірінен соң бірі қайтыс болды. Бәрінен де балаға ауыр тиді. Әуелгіде қарағұрым көп кісілермен жүріп, ештеңенің байыбына бара қойған жоқ. Қос қарияның жетісі өткен күні жұрт аяғы басылғанда көрші ауылда тұратын әкесінің ағасы, Астанадан келген өз әкесі, жақын көршілер мен ауыл имамы оңаша қалды. Үлкендер жағы тым-тырыс. Бір кезде тыныштықты әкесінің ағасы бұзды. Өмір дегеніңіз осы. Құдды келісіп алғандай. Бірінен соң бірінің кетуін қарашы жалғаннан. Жандар жәннатта шалқысын. Жазмыш. Көрші Мүбәрак шал қаба сақалын салалады. Аллаға шүкір, балалардың алдында күн жолда аттанды. Бұл тегіндік бақытты қаза. Ауыл имамы Ерғали аға сөз бастады. Енді қар түскенше басын көтеріңдер болғаны. Өлім марқұмдардың соңына қалғандарға үлкен сын әр жауапкершілік. Перзенттік парыздарыңды адал атқарыңдар қарақтарым. О дүниедегі адамның тілерден тілейтіні дұға ғой. Дұғаға тоймайды олар. Құран оқиын. Оқыңыз. Отырғандай қостай жөнелді. Ерғали имам Құран оқыды. Ауғузу биллахи минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қул хуаллаху ахад. Аллахус самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Қайыра шай ішілді. Жас үлкен Мүбәрак атаның батасынан кейін қонақтар жылдам тарасты. Үйде үлкен ағасының әйелі Әлима жеңгесі, үлкен ағасы мен өз әкесі қалған. Рауанжан, деді әкесінің ағасы Жақсыбай. Атаң мен әжеңнің қайтпас сапарға кеткенін білесің. Әкең Астанада, екінші рет үйленген. Кішкентай қарындасың бар сенің. Жатырқама оларда. Бауыр басасың әлі. Мына кісі не дейді? Жұмбақтамай турасын айтпай ма? Ендігі ең жақының өз әкең. Рауан ертеңіне әкесін еріп елордаға аттанды. Әлденеден шошып оянды. Тоңып жатыр екен. Үстіне жамылған ескі пальтосы әрі-бері аунағаннан ысырылып түсіп қалыпты. Еңбектеп барып алды. Аздан соң бойы жылына бастады. Қараңғы түн. Ай көрінбейді. Жұлдыздар сиреген. Әр жерден сақ-құлақ иттердің арагідік үрген үндері құмығып естіледі. Ұйқысы шайдай ашылды. Бірер сағаттан соң таң атады. Шанхай базарына үлкен мәшинелер жүк жеткізе бастайды. Арба итерген жұмысшылар қаптайды. Олардың айқайлап сөйлеген дауыстарынан тыныш жатып ұйықтау мүмкін емес. Күнде солай. Жаз бойы мекендеген бұл жерден мағына кете бастағанын ойлады. Қонатын жер іздеу керек. Тамыз айының соңына қарай түн суыта бастайды. Жинаған ақшасы 10 мың теңгеге жетпейді. Оған қыстық етік пен малақай сатып алса болар еді. Бала базар маңындағы дәмханадан оразасын ашып, темір-тесек жинауға кетті. Қала шетіндегі қоқыстардың арасынан тапқандарын әкеп өткізгенде 700 теңгеге бағаланды. Рауан, сен немене жалқауланып барасың ба? Әлде басқа кәсіп тапқансың ба? Қазақшаға судай ұлты Әзербайжан байрамыға аңтарыла қарады.
Бар олжам осы. Ой, балапан-ай, қайтейін. Балажан Байрам ағаның Нұрболды іш тарта сөйлейтіні бар. Ондайда баланың жүрегі елжіреп, көңілі босайды. Каникулда бітіп барады. Жақында жаңа оқу жылы басталады, деді Байрам. Аға, деді Рауан. Қанша балаңыз бар сіздің? 2. Олар қазір қайда? Таразда тұрады. Құдай бұйырса, жуырда барып қайтам. Балаларын тапсырғаны, оны-мұны, қағаз қаламдары мен киім-кешектерін жеткізем. Аты кім балаларыңыздың? Үлкенім Рафаэль, екіншісі Муслим. Менен сәлем айтыңыз. Айтып барайын. Аға, сау болыңыз. Әй, Рауан, сәл кідірші. Ал мұнаны. Керегі жоқ. Азырқанып тұрсың ба? 500 теңгеде ақша. Бір ауқаттануыңа жетеді. Байрам аға баланы қарсыласқанына қарамай қалтасына салып берді. Түн. Қала көшелеріндегі жүріс-тұрыс азайған. Енді көп ұзамай жұрт жата бастайды. Рауан көптен байқап жүр. Мешітке жақын жерде компьютер клубы тәулік бойына жұмыс істейтін сияқты. Есік сыртында 24 деген жазу ілінген. Рауан түнгі 11-дің кезінде компьютер клубына келгенде ешкім жоқ екен. Кісіге тік қарайтын шегір көзді 2 орыс қызы отырып кіреберісте. Ойнауға келдің бе? Деді кассир қыздар. Бір сағаты қанша? 100 теңге. Түні бой ойнасам бола ма? Мейлің. Оның бағасы 500 теңге берсең болады. Рауан ақша төлеп залға өтті. Шет жақтағы компьютердің алдына жайғасып іске қосты. Осылайша біраз отырды. Бойы жылынды. Қайта-қайта есінеп ұйқысы келе бастаған соң 3-4 орындықты қатар қойып жата кетті. 5-6 күн қатарынан темір-тесекті мол тапсырды, әжептәуір ақша жиналды. Киім-кешек алуға бұрынғы орталық базар маңындағы сауда үйіне келген. Мезгіл түске таяу. Мешіт ауласы абыр-сабыр қарбалас. Адам қарасы мол. Күн жұма екен ғой. Рауан кейде жұма намазы алдында далада тұрып уағыз тыңдайтын. Қос мұнарасы алыстан мен мұңдайлайтын. Алланың үйіне барғысы келіп бұралған. Осы кезде күшейткіш репродуктордан имамның дауысы саңқылдап естілді. Ассаламағалейкум, құрметті жамағат, деді имам. Қасиетті жұма намазына келген әр қадамдарың сауаптан болсын. Бүгінгі уағыз әңгімелеріңіздің тақырыбы ата-ананың перзенті алдындағы жауапкершілігі туралы. Айша анамыз айтады, бірде Расулалланың қызына бейтаныс адам келіп, сізде жас сәби болуларды сүю әдеті бар екен, бізде ондай әдет жоқ, дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағала сенің көкірегіңдегі мейірімді тартып алған болса, оны мен қалай сен көкірегіңе саламын деп айтыпты. Демек, кейбір ата-аналардың өз перзенттеріне мейірімсіз болуының себебі жаратқан Алла олардың көкірегін мейір шапағатты тартып алғандықтан екен. Ал мейір шапағаты жоқ, көкіректе иман болмайды, сенім болмайды. Иманы жоқ ата-ана ғана өз перзентін қолына алмайды, перзенттен бас тартады. Күннен күнге қатары көбейіп келе жатқан жетімханаларда тірі жетімдер бар. Яғни ата-анасы тірі, бірақ перзенттерінен бас тартқан. Ондай ата-аналарды әке немесе ана деп атауға болмайды, және оған тілің де бармайды. Қазіргі Омар радиаллаху бір танымал адамды қала әкімі етіп тағайындамақ болды. Бұйрық жазылып, тек қол қою ғана қалған екен. Сол арада Омар әлгі әкім болайын деп тұрған кісімен әңгімелесіп отырғанда, бір сәби бала еркелеп келіп Омардың тізесіне отырып алады. Халифа Омар әлгі баланы еркелетіп бетіне сүйеді. Әкімдікке тағайындалып жатқан кісі бұны көріп, бұл бала өз ұлыңыз ба деп сұрайды. Омар, жоқ, бір кембағалдың баласы еді. Әке-шешесі дүниеден қайтқан соң баланы өз тәрбиеме алғамын деп жауап берді. Болашақ әкім халифаның мейіріміне, жүрегінің кеңдігіне таңданып, менің де перзенттерім көп, бірақ оларды еркелетіп сүймеймін. Ұлдарым мені көргенде қорқып тұрады. Әке осындай болу керек емес пе, дейді. Бұл сөздерді естіген халифа Омар терең ойға батты. Кейіндеу, бұл кісі әкім болуға лайық емес екен. Өз перзенттеріне мейірімсіз адам халыққа қанша пайдалы болуы мүмкін деп бұйрыққа қол қоймапты. Әсілі ата-ананың перзенті алдындағы борышы үлкен. Мұны әрбір ата-ана білгені жөн. Баланы дүниеге әкелумен іс бітпейді.
Ата-ана перзенттеріне білім үйретуі және көркем мінез, құлық тәрбиелеп беруі, әсіресе баланың дене тәрбиесіне көп көңіл аударып, денесін шынықтыруды, суда жүзуді, атта шабуды үйретуі керек. Ата-ана баланы әдепті, көркем мінезді етіп өсірген үшін ғана мақтауға лайық. Ислам дінінің негізгі мақсаттары адамзатты көркем мінезділікке тәрбиелеу екені белгілі. Перзент алдындағы борышын дұрыс атқармаған ата-аналарды Алла тағала түрлі бәлелерден, уайымдардан сақтап, ар-намыстарын таптауынан қорғайды. Оқу жылы басынан Рауан сабаққа келген жоқ. Бір мұғалім оны Шанхай базарынан көрген, енді біреу Рамстор сауда үйі маңайынан жүргенін айтты. Сынып жетекшісі Жанаргүл маза кетті. Апырмай, қалай болғаны? Жаздың басында каникулға шыққанда өгей шешесі баланы жақсы қараймын деп өз қолымен хат жазған. Маусым айының соңында Рауанның әкесі іс-сапарға, ал баланың қаскелеңде өлген ағасының үйіне кеткен естіген. Алдағаныма қара сұра келдің. Одан кейін де барып тексеру керек еді. Сенді ғой баланың шешесіне. Жанаргүл мұғалім түске таман саяжайдағы таныс құжырға келді. Қара сұра ел шашы дудырап жаңа тұрып жатыр. Көзіне кішкентай қыздан өзге ешкім түспеді. Үй иесі мұғаліммен салқын амандасты. Рауан қайда? Деді Жанаргүл. Қаскелеңде. Сабақтан қалды ғой. Өзім де уайымдап келіп қалар. Күйеуіңіз қашан ұрылады? Бүгін ертең келу керек. Онда Рауанның әкесі мектепке соқсын. Ұмытпайсыз ба? Деді мұғалім қоштасып. Баланың әкесі ертеңгісіне мектепке келді. Ұлының қайда жүргенін білмейді екен. Өзі жайбарақат. Баласын ойлап қайғырып адамға ұқсамайды. Қаскелеңде дегені қайда? Сізден қорқып жалған айтқан ғой. Өзі де ана емес пе? Абырмай, не деген қатыгез жұбайыңыз. Сіз өйтіп жарымды сөкпеңіз. Рауанның өзі де кінәлі. Барып тұрған қыңыр. Тыңдамай қашып кетіпті. Оныңыз бекер. Рауан шектен шыққан бұзық емес. Жұбайыңыз бармақтай баламен тіл табыса алмаса, мектеп басшысына неге айтпаған? Неге жар салмаған? Ол жағын білмеймін. Түсінесіз бе? Рауанды іздеу керек. Менің уақытым жоқ. Кеше түнде іс-сапардан оралдым. Ертең жұмысқа шығамын. Балаңыз керек емес пе? Керегі жоқ, деді қабағы түксиген қоңқақ мұрын еркек. Астафыралла, жүрек жұтқан кісі болдыңыз сіз де. Мұғалім жағасын ұстады. Ол мені тыңдамайды. Неге тыңдамайды? Бұл сұрақты Рауанның өзіне қойыңыз. Онда ренжімеңіз, деді мұғалім. Балаңыз керек болмаса, сотқа береміз. Беріңдер. Баламнан бас тартамын деп қолхат жазыңыз. Қашан? Қазір. Баланың әкесі сол жерде қолхат жазып берді. Тас жүрек екенсіз, деді шыдай алмаған Жанаргүл. Өзіңіз жаз дедіңіз. Кете берейін бе? Тура осындай қолхатты Рауанның анасы да жазсын. Қаскелеңдегі ме? Иә. Жарайды. Сол күні мектеп директоры Сәуле Зейнолла қызының пәрменімен төмендегідей бұйрық шығарылды. Бұйрық нөмірі 0-43. Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында және 6-шы Б сынып оқушысы Нариман Рауанның жоғалуына байланысты оқушыны іздестіру мақсатында жүргізілетін іс-шара. Мерзімі 17 қыркүйек 2011 жыл. Уақыты кешкі 4 пен кешкі 8 аралығы. Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында және 6-шы Б сынып оқушысы Нариман Рауанды іздестіру үшін мұғалімдер мен ата-аналар комитеті топ құрып рейдтік жұмыс жүргізілуін бұйырамын. Атқарылған жұмыс бойынша әр топ анықтама жазып тапсыруға міндетті. Бұйрық соңында мектеп басшысының қолы қойылып, дөңгелек мөр басылды. Мұны естіген Рауанның сыныптастары да өз еріктерімен топ құрамына жазылып жатты. Сонымен Ләзім Талғат мұғалім жетекшілік жасайтын 1-ші топ орталық базар, мешіт, компьютер клубына, Байған Омаров мұғалім жетекшілік жасайтын 2-ші топ Рамстор сауда үйі мен Самал шағын ауданына, Меруерт Мәжин мұғалім жетекшілік жасайтын 3-ші топ Астана қаласының сол жағалауында жауапты болды. Нұрболдың суреті қала көшелеріндегі арнайы орындарға ілінді. Рейд мүшелері 2 күн мұғдарында еш дерек таппады. Рауанды іздемеп, қарамаған жерлер жоғалмады. Бала үшті-күйлі жоқ. Артем сауда үйінің қасындағы дәмханадан түстерім шыққан Ақтанберді жолығып, қапсыра құшақтай алды. Сенейін бе жоқ пе?
Көп ойлағаннан болар, түнде сені түсімде көрдім. Жақсы болды ғой жолыққаның. Аман саумын, Рауан да керемет қуанды. Екеуі сол маңдағы саябаққа барып сәкіге жайғасты. Қара бала жаз бойы бастан өткерген жағдайдың бірден бірін қалдырмай ұзақ әңгімеледі. Ақылақ үндемей тыңдады. Мектеп мұғалімдерінің сыныптас достарының мені іздеп шыққанын біліп, ол маңнан безіп кеттім. Қаштым бой тасалап. Көргім келмеді оларды. Өзім де білмеймін неге олай еткенімді. Қылғаннан ба, намыстан ба анық ажырата алар емеспін. Рауан мұңайды. Жаз бойы бастан кешкен теперіші қадайтқан сияқты. Өмірге байыпты қара үйренгендей. Мектепке бармағанын өкініп, әлденеден құрғағандай сезімде. Тығырықтан шығар жол болуы тиіс. Мүмкін емес. Егер әкесі шайпау әйелінің сөзіне ере берсе, үлкен ағасы бар ғой қаскелеңде тұратын. Екі бала біраз үнсіз отырды. Рауан әңгімесі Ақсары ұлға қатты әсер етті. Қаршыға көз балаға риза. Неше түрлі мехнат көрсе де қайсарлық ұнады. Әйткенмен ақыл қосып рухани көтерген ләзім. Хакім Абай атасының көңілінден жатқа білетін, көкірегі ояу һәм ақынжанды ақылақ толқып, шабыттанып сөйлеп кетті. Рауан, көз салшы айналаға. Анау көк аспан, жарық күн, жайлаған тал теректер, қала сыртына шықсаң, керіліп жатқан кең дала, маңғаз, сабырлы таулар мен қыраттар, бәрі қаз қалпында, өз орнында. Қараш тіршілік қандай тәтті. Тұнжырап, түңілетіндей өмірден баз кешетіндей не болды саған? Үйсіз күйсіз 2-3 ай жүргенің үшін бе? Оның өзі хикмет, сыр. Ол жайтты біз түсінбейміз, білетін бір Алла. Адамның ағат ісіне ұялуы, намысын қайралғаны жақсы. Бойынан соны сезініп, қуанып отырмын. Уайымдаған жөн, боркемік болма. Әңгімеңе қарағанда өгей шешең басына сөз асырмайтын ашушаң, іші тар, тас бауыр адам сияқты. Ол кісі теріс қарады екен деп, кімге кінә тағасың? Әкеңе тәтеңе керек болмағанымен, туған еліңе керексің. Әне, мектеп әкімшілігі, сынып жетекшің, бірге оқитын достарыңыз деп жатыр. Адам болғасы із-түзсіз жоғалатын ине емес. Әр адамның өз орны бар. Адам атаулы бір тұлға, жазылмаған кітап. Құдайға шүкір, сенің де, менің де туған отанымыз бар. Ол тәуелсіз Қазақстан. Сезімге беріліп, шалқып тасып артық сөйледім деп ойлама. Ақиқаты сол. Сол кезде болмасын, ынжық, бос белбеу, жалқау, масыл жандар далада қалады. Әкең де әне-міне Ақтаудан оралуы керек. Қыркүйектің басында келеді емес пе? Есіңде ме? Сенімен алғаш танысқанымда, жетімдігіме, асырап алған ата-анамның кейбір қылықтарына өкпелегендей сыңай танытып ем ғой. Оның бекер екен. Ойлашы, балалар үйінде жүре беретін болсам, қайтадан қалмайтын едім. Бірақ үйдің аты емес пе? Өздерінде бала болмаған соң, қазіргі әке-шешем мені жақсы болып өскенімді армандамайды дейсің бе? Ол үшін 9-шы сыныпта соң педколледжге түстім. Одан әрі қарай да оқымақ ойдамын. Қала көшелеріндегі хабарландырулар ілінген тақтайшадан оларды полиция іздейді деген жазудың жоғарғы жағына сенің суретіңді көріп зәрем ұшты. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Екеуміз жазда танысып, бірер күн бірге жүргенімді айтсаң, сол кезде ақыл қоса алар едім. Болмаса тәтеңе өз қолымен жетектеп жеткізер едім. Сабыр сақта, ешкімді сөкпе. Кезбелікпен ұзақ жүрмейсің. Үйіңе барудан қорықсаң, мектепке бар. Менің өмірге деген пікірімнің шұғыл өзгеруіне мешіт қасындағы діни салауат үшін ашқан сабағына қатысқаным себепші болды. Асыл дініміз ислам жайлы ұстаздарымыздың әңгімесі көп нәрсеге көз ашты. Рауан, біздің білмейтініміз көп-ақ қой. Ақылақ ұзақ сөйледі. Бәрі дұрыс, бәрі шын. Оның сөздері қара балаға қайрат берді. Ойланды, толғанды. Ақсары ұлымен қоштасып, мектепке бармақ ниетпен автобус аялдамасына бұрылған.
Сол жерде полиция формасындағы жігіт тоқтатты. Сөйтіп кәмелетке жасқа толмаған балаларды оңашалау орталығынан бірақ шықты. Шашы өсіп, үсті-басы кірлеген баланың көзінде мұң бар. Тұнжырап өзімен өзі отыра бергенді қалайды. Күнделікті тойып, тамақ ішпеген ол бір шек боп, тәбеті қайтып қалыпты. Аспазшы әйел әкеліп, көкелеп, әзер ішкізді. Сұрақ берсең ғана жауап қайтарады. 12 жастағы жеткіншек сияқты емес. Балалығын біреу ұрлап алғандай. Кейде терезе алдында кеп далаға тесіле ұзақ қарайды. Не ойлайды екен? Ертеңінде полиция аға лейтенанты психолог қыз Рауанды бірнеше қабаттағы кабинетке алып келіп, баяу қарындашпен қағаз берді. Рауан, сен сурет сал. Мен соңында келемін деп шығып кетті. Аға лейтенант бір сағаттан соң оралса, Рауан сурет салып жатыр екен. Бұл не, Рауан? Деді апайы мейірленіп. Апайының жылы сөйлеп, бауырына тартқаны баланың жүрегін ұйытты. Осында келгелі алғаш рет қуана тіл қатты. Үй салып жатырмын. Қасында алмағаш өсіп тұр. Өзін таланыпсың ғой? Деді апай баланың басынан сипап. Білесіз бе, апай? Мен сыныпта ең мықты суретшімін. Менің салған суреттерімді мұғалім ағайымыз талай рет мақтаған. Апай, асықтырмаңызшы, әлі салып болған жоқпын. Сен асықпай салай бер. Бір айналып келемін. Аға лейтенант есікті ақырын жауып шығып кетті. Психолог Рауанның суретін қарап отыр. Үй қисық салынған, іргетасы жоқ. Терезелерін қоңыр бояумен бояпты. Ауладағы ағаштардың жапырақтары сұрғылт. Жаз айында үй мұржасынан түтін шығуда. Аға лейтенант баланы аяп отыр. Әке-шешесінен мейірім көрмеген балалар қоңыр, қара түстерге әуес. Өгей шешесінен ұрыс естіп таяқ жегенге ұқсайды. Бірге болғанмен әкесінің мейірімі кем. Рауан айтысына қарағанда ол әкесін сирек көреді. Яғни әке мен баланың арасында байланыс үзілген. Суықтық орнаған. 12 жастағы баланың көкірегіне шерге толы. Көзінде неге бұлай деген сауал бар. Кішкентайынан бауыр басқан атасы мен әжесін сағынады. Өгей шешенің ұрып-соғын зетте болған бала үйге қайтқысы жоқ. Алматы аудандық соты орналасқан мекен жайдың іші біртүрлі сұсты. Сот мәжілісіне жиналғандар да үнсіз. Сынып жетекшісі Жанаргүлдің қасындағы Рауанның да түрі сынық. Әлгінде ғана бір баланың ісі қаралып, әке-шешесінің ата-аналық құқығынан айырған болатын. Сол ол қолды-аяққа тұрмай шырылдап жылағанда төбе құйқың шымырлайды. Жанаргүл апай, әне көрдің бе, деді Рауанға. Сен де үйден ылғи қаша бересің. Балалар үйіне өткізіп жібереді. Бұдан бұлай үйден қашпаймын. Мен аяңыздаршы. Басы салбырап, қабағы тұншырады. Соттағы ағаларға айтыңызшы. Үйден енді қашпаймын. Әке-шешемді тыңдаймын. Терезеден ақшыл түсті Land Cruiser джип машинасы көрініп еді. Рауан қуанып далаға жүгірді. Рауан, қайда барасың? Деп мұғалімдер тұс-тұстан ұмтылды. Әкем ғой келген менің, әкем. Анау соның машинесі, деді бала жүгіріп бара жатып. Рауанның әкесі Радолла құрылыс фирмасын бастығын тасиды екен. Сот жұмысы басталды. Ал сөйлеңіз, неге бас тартасыз балаңыздан? Деді судья ұзын бойлы жігіт ағасына қарап. Мені тыңдамайды, деді Радолла. Себебін айтыңыз. Сотқар, бұзық. Тентек болатындай не істеді? Оны өзінен сұраңыздар. Баламнан бас тартамын деп қолхат жазған сіз емес пе? Ендеше біз қойған сұраққа сіз жауап беріңіз. Қабағы түксиген ұзын бойлы жігіт ағасы маған не қыласыңдар дегендей менсінбей тәкаппар қалыпта тұр. Судья сөзін сабақтады. Сот процесіне дейін біз егжей-тегжейлі тексердік. Рауанның дені сау, психикалық ауытқу жоқ. Мектеп әкімшілігі берген мінездемеге сабақ үлгерімі де, тәртібі де жақсы. Ендігі мәселе сізге байланысты болып тұр. Мені тыңдамайды. Өзім де әбден шаршадым. Шешесімен тіл табыса алмайды. Қит етсе үйден қашып кетеді.
деді Радолла сөзін қайталап. Осы тұста сынып жетекшісі Жанаргүл сөз сұрады. Сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз, деді сүт төрағасы. Рауан, әкеңнің жауабын естідің. Саған жан ашымайды екен. Сондықтан біз сені балалар үйіне береміз деп еді. Аяғыңызды ашып мені, бармаймын, деп бала безек қақты. Жылама, Рауан, бүгін жібергелі жатқан жоқпыз. Өзі ерекше құрметтейтін мейірімді апайының жылы сөзін естіген бала жылауын қойды. Бәсе, жігіт сөйте ме екен? Ал айта ғой, кіммен тұрасың? Қайда барасың? Ата әжеме. Ол кісілер жоқ қой. Онда әкеммен бірге тұрам. Мен әкемді жақсы көремін. Ал менің баламмен тұрғым келмейді, деді бойы сорайған еркек беті бүлк етпей. Сот ісіне қатысып отырған қала әкімінің орынбасары, кәмелетке толмағандар ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның төрағасы Рахметов. Не айтып тұрсыз? Бармақтай баладан шаршадым дегенге кім сенер? Әкелік парыз, әкелік міндет, адамгершілік қайда? Алланың қаһарына ұшыраймын деп қорықпайсыз ба? Туған балаңыздан бас тартып, қайтып жер басып жүрсіз. Білесіз бе, сіз рухани кембағал жансыз. Әке деген аттан садаға кетіңіз. Сіздей қатыгез, сіздей рухани мүгедек кісілердің кесірінен қаншама бала тірі жетім жүр. Бала болашағымыз, бала ұрпағымыз. Бүгінгі бала ертеңгі ел тізгінін ұстар азамат. Өркениетке жетелі көшбасшы, ізгі қоғам қалыптастырушы, егеменді еліміздің болашағы дейміз оларды. Ал аяқ қолы балғадай, тепсе темір үзетін ер азаматтың сіздің тұрысыңыз мынау. Радоллада үн жоқ. Тас беттеніп тұрып алды. Кеңесуге үзіліс жариялаған сот мүшелері баланың әке-шешесі жазған қолхат нотариус арқылы расталмағандықтан істі кері қайтарды. Жанар мұғаліммен телефон арқылы бар жағдайды білген Радолланың ағасы Жақсыбай 2 күннен кейін Астанаға келді. Күн жексенбі. Інісі үйінде болатын. Аман сәлемнен соң інісіне тарпа бас салды. Ес, шірік неме, қаршадай баланы қаңғыртып, бір әйелге сөзің өтпесе жер басып қалай жүрсің? Әке-шешеңнің аруағын күңірентіп, не қылғаның бұл? Жағдайың келмесе маған айтпайсың ба? Ата-аналық құқықтан бас тарту деген не сұмдық? Сүйекке таңба бұл. Керек десең, сен қылмыскерсің, рухани мүгедексің. Бұдан былай, Рауанды балам деуші болма, ұқтың ба? Өзім ер жеткізіп, өзім өсірем. Радолла жасы үлкен ағасының уәжіне жауап қайтармады. Несін айтады? Қалай аяқталады? Ағасының айтқаны рас. Анжық беспеу екені де өтірік емес. Ертеңіне Радолланың ағасы Жақсыбай Баянұлы мектеп директорларына қолхат жазып беріп, Рауанды өзімен бірге алып кетті. Астана Алматы жолаушылар пойызына келе жатқан баланың көңілі көтеріңкі. Ағасы газет оқып жатыр. Вагон дөңгелектерін бұрғалыпты тарсылынан. Бөгде дыбыс естілмейді. Рауан терезе алдында отыр. Қою түнге көз алмай ұзақ қарайды. Қараңғылық тұңғиық ойға шақырғандай. Автор Толымбек Әбдірайым. Алабұға аулаған күн кітабынан алынған. Оқыған Лаура Қосыбаева.